Шиеліде саналы ғұмырын ел қауіпсіздігіне арнаған полиция капитаны Ділдәбек Даубалаевты еске алуға арналған волейболдан аудан аралық турнир болды. Осымен 5-ші мәрте ұйымдастырылған дәстүрлі додада 8 команда бақ сынап шеберлік байқасты. Бір туар азаматтың есімі ұлықталған спорт бәсекесі туралы келесі бейнематериалымызда. Ділдәбек Даубалаев азаматтық болмысымен артында өшпес із қалдырған жан. Ол дзюдо мен самбо күресінен қазақ КСР-ның спорт шебері атанып, байрақты бәсекелерде ел намысын қорғады. Сөйте жүріп жауапкершілігі мол қызметте қырағылығымен танылған, яғни ішкі істер саласында ұзақ жылдар еңбек етіп, адалдықтың ақ туын биік ұстады. Міне осынау бір туар азаматтың есімін ұлықтауға арналған волейбол бәсекесі биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. 84-86 жылдар аралығында Қызылорда облысы Шиелі ауданының 49-шы мектебінде дене тәрбиесі мұғалімі ол жұмыс жасап, осы жылдар аралығында өзі спорт шебері болып табылатын дзюдо, самбо күресінен секция ашып, ауыл балаларын күреске баулып, түрлі жарыстар мен спортпен айналысуына мүмкіндік жасады. 1982-98 жылдар аралығында оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының жергілікті полиция басқармасында, Талдықорған облысының полиция басқармаларында, Қызылорда Қорқыт атындағы әуежайының полиция бөлімінде, Шиелі ауданының ішкі істер басқармасында түрлі жауапты қызметтер атқарды. Осылай жауапты салада қажырлы қызмет атқарған асыл азаматтың еңбегі еш кеткен жоқ. Ділдәбек Медетбекұлы КСРО ішкі істер министрінің бұйрығымен мінсіз қызмет үшін медалін иеленді. Сондай-ақ тәуелсіз еліміздің ең үздік учаскелік инспектор атанған. Менің жолдасым Даубалаев Ділдәбек жалпы органда жұмыс жасады. Ол өзінің мінездеме беретін болсақ, өте қарапайым азамат еді. Бірақ өмірінде спортқа өте жақын болады. Ауылымызда 5 жылдай биыл ауданда өткізіп отырмыз осындай спорттық жарысты. Бұл балаларының негізгі дәстүріне айналды. Бала күнімізден бірге өскен екенін әрине білеміз. Ділдәбектің спортқа деген ынтасы өте керемет болды. Спортқа деген ынтазарлығыменен, еңбегіменен сол спорт шеберлігіне қолы жетті. Елдің де абыройын биігін көтерді. Сондай азамат болғанына, азаматпен дос болғанына өзім қуанамын. Асыл азаматты еске алуға арналған дәстүрлі дода тартысты өтті. Ауданаралық сайыс демесеңіз, бәсі үлкен турнирлерден кем болған жоқ. Кіл мықтылар шеберлік байқасқан спорттық бәсекенің осындай ұрымтал сәті көп болды. Дегенмен сайыс болған жерде жеңіс пен жеңіліс қатар жүрері белгілі. Турнир қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орын Бестам командасына бұйырды. Ал Телікөл ауылының қос бірдей құрамасы 1-ші және 2-ші орындарды өзара бөлісіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Жарыстың басқасында жүрген төрешілерге, барлық тренерлерге алғысымыз шексіз. Биыл уже 5-ші мәрте болып отқан турнирге тұрақты қатысып жүрміз. Биыл 1-ші орын алдық. Телікөл командасы. Осы жарысты ұйымдастырып отқан ұйымдастырушыларға мың алғыс. Турнир жеңімпаздары медаль және арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Елжас Әбділда, Альмира Оразбай, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.